Ағаштардың басын қар басқан. Бейсауыт жел де соқпайтындай, содан да уақыт тоқтап қалғандай көрінетін қысқы саяжай ұйқысы бөлінбейтін ауылға ұқсайды. Бұрын қаламен екі ортаға жүріп тұратын автобус мүлдем тоқтағалы, қала жақтан аяқ басар жан да кеміп, тек маңдағы 3-4 үйде ғана жарық жалтырайды. Бір қабатты, төбесін жел мен уақыт кеміріп, терезесі аракідік буланып, көбінесе қырау басып тұратын ескі үйдің тұрғындары шал мен кемпір де қасат қар астында ұмытылып қалған осы саяжай секілді шулы өмірден шет қалған жандар. Сәл бүкірейген, қимылы баяу шал қалың қолғап киген қолына екі бірдей 5 литрлік баклажка ұстап, күндегі әдетімен біраз қашықтағы су құбырына барады. Ескі аудиына мініп, айына бір мәрте қалаға түсіп, зейнетақысына 2-3 торба азық әкелетіні болмаса, басқа алып бара жатқан шаруасы да жоқ. Инсульттан кейін оң жағы дұрыс істемей қалғандықтан бір иығы қисайып, бір көзі жасаурай беретін кемпір қашан көрсең де дәл осы мезгілдегідей үнсіз. Бұл үйде бұрыштағы алды-арты томпиған ескі теледидар ғана күн ұзаққа өзімен өзі шулайды. Ондағы кейіпкерлер бұлардың 30-40 жыл бұрынғы өз бейнелері секілді сөйлейді, күледі, жүріп тұрады, бірақ ешқайсысы бұларға келмейді. Әбден майланып, бүйірі жылтыраған қара шәйнек қана ызыңдап бұл үйдегі тіршілік барын білдіріп, сықырлап қайнағанда үйдің ішін әлсіз бу басады. Шал кемпірін сүйеп отырғызып, алдына бұламық кеспе көжесін тосты. Инсульттан кейін кемпірдің аузы да икемінен айырылған. Тегіс шымдаспағаннан аузына апарған асы да бір шетінен ағып кете береді. Бөлмеден ескі темір ыдыстың шақ-шақ еткен дыбысы ғана естіліп тұрған кезде далада боран басталған еді. Кемпір қаужаңдап алғасын ас қайырып, күндегі әдетімен төсек жанындағы Құран кітаптың сыртқы мұқабасын сипап өтті. Осы кезде біреу тық-тық еткізіп есік қақты. Басында жел ұрды ма деген, сосын тағы кәдімгі адамның қағысы. Шал орнынан сәл көтеріле беріп тың-тыңдады. Тағы да қақты. Бұл жолы қаттырақ, дүңк-дүңк. Талап еткен қағыс. Жым-жырт кеңістікте бір түрлі ожар естіледі. Мына түнде кім болды екен, деді өзінен өзі күбірлеп. Кемпір төсектен басын көтерген жоқ. Шал терезе жапқышының шетін көтеріп қарағанда, қара көлеңке бір сұлба қозғалғандай болды. Терезе түбінен ер адамның даусы анық естілді. Апа, аға, ашсаңызшы, жылынып шығайын деп едім. Бір аяғы үйіп қалған шал сыңар аяқпен сырғанай басып барып есікке жақындады. Қолын ілгекке апара бергенде, қолының ұшы мұздап, ішінде бірдеңе қозғалғандай болды. Ашайық па кемпір? Деді артына бұрылып. Кемпір жауап қатпады. Жарығы көмескі бөлменің бұрышынан тек көлеңкесі ғана көрінеді. Шал ілгекті ақырын көтергенде, сырттағы суық леп лап қойды. Есікті гүрс еткізіп қайта жапқанда, терезе шытынап, төрдегі ескі перде қозғалып кетті. Есіктің аузында үстіне көнетоз қара күртеше, басына қара малақай киген бейтаныс тұрды. Үстіндегі қар еріп, иығынан төмен ағып жатты. Аман саулық жоқ, аласы көптеу көзімен жан-жағын тінте қарап, пеш қайда, жылынуға келдім деді. Бірақ даусында рұқсат ет дегеннің ишарасы да жоқ, құрғақ өктем. Шал сәл шегініп барып отты көрсетті. Бейтаныс аяғын, сырт киімін де шешпестен пешке жақындап қолдарын ысқылап, тізесін таянып отқа үңілді. Үңілген сайын қабағына көлеңке үйірілгендей, іші пысып, зеріккен жын құсап, жеті қараңғыда жетіп келген бұл кім болды екен? Мұны таный ма, таныса амандаспай ма? Бұл өзі танымайды оны, әлде тонауға келген бе? Өздері күнін әрең көріп отырған бұны тонамақшы ма? Шалдың күлкісі келді. Бірақ күлгеннің орнына отқа емінген добалдай қолдарға көзін салды. Баяғы күні болса осындай жігіттерді екі бүктеп жыға салатын еді.
іштей ғана күрсінді. От дегенің керемет нәрсе ғой, деді жігіт ойланған кейіппен. Не салсаң да өртейді, өңешіңе не салса да көнеді. Қағаз, мата, тіпті адамды салып жіберсең де. Мәселе қандай ниетпен жаққаныңда ғой, солай ма, ата? Шал оның сөзіне жауап қатқан жоқ. Тек орындықтың арқалығына сүйеніп отырды. Көзі әлсін-әлсін кемпіріне түсіп кетеді. Ішінде бір аласапыран үрей қозғалды, бірақ білдірмей отыр. Кемпір төсектен басын көтеріп бейтанысқа алақ-жұлақ қарады. Сөйлегісі келгенімен үні көмейіне тығылып қалғандай. Жағдайларың жақсы ма? Деді жігіт бір кезде, бұларды жаңа көргендей. Қар жауып тұр, деді іле-шала. Осындай күні адам өлтіріп қар астына көміп тастасаң, ешкім таппайды дейді. Тек иті болмаса болғаны. Сөзі де әрпіл-тәрпіл мынаның есі ауыш біреу болды ғой, деп ойлады шал. Жігіт орнынан көтеріліп, үлкен жалғыз бөлмеден тұратын үй ішін аралап кетті. Шүберек жабылған теледидардың үстіндегі ескі сағатты, қабырғадағы сарғайған суретті жанарымен шолып өтті. Сосын бір сәт кемпірге үңілді. Ештеңе демейсіз бе, апа? Тіліңіз жоқ па немене? Әлде сөйлеуді ұмытып қалдыңыз ба? Осыны айтқанда жігіттің жүзі бозарыңқы, адамға қарасы түсініксіз көрінді. Кемпірдің ерні қимылдағандай болды, бірақ дыбысы шықпады. Үнсіздік үй ішін қамап алды. Пештің уілдеген үні мен көмірдің шарт-шұрт жанғаны ғана естіледі. Тамақ бар ма, ата? Пенсия алған күні тамақ көп болушы еді ғой, Мен ашпын, адасып кетіп осы үйді әрең таптым ғой. Шал иегімен ескі буфет алдындағы сары дорбаны нұсқады. Жігіт еш рұқсат сұрамастан сөмкеден нан мен шұжық, қораптағы печеньені шығарып, шетінен жей бастады. Жеп отырып жымиып қояды, бірақ жымиысында ызғар бардай. Жылытатын бірдемеңіз жоқ па, ата? Қонақты қарсы алмайсыз ба? Ой, сізде. Жарайды, өзім. Ыдыс әкеліңізші. Кесеме? Жоқ, кесемен іше алмаймын, бокал әкеліңіз. Әдемі бокал бар ма? Ол өзіне және шалға теңдей етіп құйды да, онысын көзін жұмып тұрып қағып салды. Алсаңызшы, неғып отырсың? Ол өзінің сенге көшкенін де байқамаған сияқты. Неге бақырайып қарайсың? Қорықпа. Менің адамға зияным жоқ. Айттым ғой, адасып кеттім деп. Қазір кетемін. Келіңіз тағы бір алып жіберейік, деді қайтадан сізге көшіп. Айтпақшы, ауладағы көлік кімдікі? Менікі. Ішінде бензин бар ма? Болу керек. 3 күн бұрын қалаға барып келгем. Өтірік болса жаман болады. Ал кілті қайда? Қант салғыштың ішінде. Қант салғыш? Ол қайсысы? Анау сыртында гүлі бар. Жігіт ыдыстың қақпағын ашып, 2 саусағын салып көріп еді, онысы не әрі не бері шықпай кептеліп қалды. Сайтан алғыр деп тістеніп, әрі бері ырғап шығармақшы болып еді, болмады. Ақыры алдыда сол саусағы кептелген күйінде қант салғышты табуреткаға тарс еткізіп, бір ұрғанда ақ фарфор қирап, ішіндегі түймелер, ине жіп, қызыл баулы жіп жан-жаққа шашылып түсті. Жігіт қызыл баулы кілтті қалтасына салды. Ал, мен кеттім. Машинаны өз рұқсатыңызбен бердіңіз, солай ма? Естімедім. Солай деймін, ала бер. Жанымызды қалдырғаныңа рахмет, дегенді іштей айтты. Бірақ мен бермеймін десе де одан ештеңе өзгермеседі. Айтпақшы, мен ескі бір қарызды сұрай келгем, ұмытып кеткен шығарсыз. Қандай қарыз? Шал аңтарылды. Бәсе, ұмытып кеткеніңізді білгем. Жігіт қалтасынан қарманып, ішкі жағынан бір ескі суретті алды да, түйілген күйі шалдың тұмсығына тақады. Шал орнынан тұра берген еді, жігіт шалт қимылмен екінші қолынан тапанша суырып, шалдың жүрек тұсына бағыттады. Сол сәтте кереуеттегі кемпір әлсіз қозғалып, жо дегендей бір дыбыс шығарды. Аяз ауаны буып, жолдың екі шетіндегі күртік қар бұдырланып қатып, алыстан шоқиған үйлердің маңы үнсіздігімен үрей шақырғандай. Бұл З қаласының шет жағындағы ескі саяжайлар аумағы. Қыстыгүні бұл жақтан тіршілік белгісін тану қиын. Бірақ бүгін шеттегі үйдің ауласына
Нива жеңіл көлігі тоқтады. Ішінен шыққан екі тәртіп сақшысы сырты зең басқандай қалың болып қабыршақтанған есікке беттеді. Полицияның бірі есікті итеріп еді, үйдің есігі іштен ілінбеген екен. Ескі құлып сіресіп қатып қалған. Көрдей қараңғы үйдің іші мұздай көрінді. Жарықты жаққанда терезеге ілінген сарғыш перденің бір шеті желмен әлсіз тербеліп тұрды. Олар кереуетке жақындап келгенде, жасы 70-тің о жақ бұжағындағы әйелдің басын бір жағына тастап шалқасынан жатқанын көрді. Бір қарағанда үстіне жабылған сұр көрпеден адам бары жоғы байқалмайтын шүйкедей ғана кісі екен. Айналасында қан ізі жоқ, бірақ көзіндегі өшіп үлгерген үрей мен соңғы сәттердегі арпалысқан көмескі реңкті жазбай тануға болатын еді. Осы кезде бұрыш жақтан әлсіз ыңырсыған дауыс естілді. Бүк түсіп жатқан адам ба, әлде өңі кетіп көлеңкесі қалған бір елес пе, аңғарып болмайды. Көлік иесі ретінде тіркелген адамның атын білесіз бе? Деп сұрады бірі екіншісінен. База бойынша иесі Қабыш Жанатаев, зейнеткер, осы үйге тіркелген. Мына кісі болуы мүмкін. Қала шетіндегі тас жолда көлік апаты болған. Айдап келе жатқан адам мас екен, қазір ауруханада. Көлік иесі басқа. Біз сол көлік тіркелген мекен жайдамыз. Бұнда кісі өлімі болған. Үй иесі жаралы сияқты, деп хабарлап жатты олар. Кешкі қою қараңғылық үйлерді бір жола жұтып үлгергендей, жол бойындағы шамдар да өлеусірей жанған күйі соңында қалып жатты. Кемпір өлген дейді, шал шок алып қалған шығар. Оның машинасын айдап кеткен жігіт жол апатына түскен. Былай қарасаң, бәрі тым қарапайым, кәдімгі қарақшылық, деп ойлады капитан. Тепсе темір үзетін жігіттердің жұмыс істегісі келмей, оңай олжа іздеп, қорғансыз қарттарды басынған қылмыстық оқиғалар бұдан бұрында болған. Қала шетіне жеткен тергеуші көлігін тоқтатып, серігі екеуі асықпай шылымын тартты. Бұл капитан Абылай Қайсенов. Жасы биыл 36-ға қараған. Аулаға ене бергенде аяқ басқан сайын әлде бір ауырлықтың салмағын сезгендей болды. Ішке енгенде үйдің ауасының өзі тұнжырап тұрғандай көрінді. Бұл жерде қанның не мүрденің сасық иісі емес, адасқан естеліктің қорқынышты үнсіздіктің иісі бардай. Тергеуші есіктен бастап айнала шолып қарап шықты. Есіктің құлпы сынбаған, терезе бүтін. Бұрышта ұсқынсыз теледидар тұр. Үстінде төсек бей-берекет үйіліп қалған темір кереуеттің айналасында тәрелке, көзілдірік, ескі орамал шашылып жатыр. Орындық астындағы тапаншаның гильзасына көзі түсті. Демек, оқ атылған, бірақ қан ізі жоқ. Жерде күл-пәрі шеші шыққан ыдыстың айналасында ұсақ түймелер мен майда қоқыр-соқырлар шашылған. Қақ ортадағы үстелге көзі түсті. Арақтың бос бөтелкесі тұр. Қасында екі бокалдың екеуінде де ерін ізі қалыпты. Бірі шалдікі, бірі... Демек, келген адам таныс. Әйтпесе кіргізіп онымен отырып арақ ішпес еді. Шал басын ұстап отыр. Жылаған ба, бет-аузы ісіңкі. Адамға қарағысы да келмейтін секілді. Әр демі күрсініс. Осы жасқа келгенде серігінен айырылу кімге оңай болсын? Оның үстіне көз алдында атып кетсе. Шалдың демінен кешегі ішкен арақтың уыты білінеді. Капитан еңкейіп еденге түсіп қалған фотосуретті көтерді. Жас әйел, киім үлгісі ескі. Суреттің шеттерінде 90-шы жылдарға тән сарғыш көлеңке бар. Әйел кепка киген баланы көтеріп тұр. Қасында 3 аяқты велосипед. Сіздің үйге келген адам кім? Оны танымаймын, деді шал. Атын айтқан жоқ. Сонда не жайында әңгімелестіңіздер? Біз әңгімелескеніміз жоқ. Әлде жанжалдастыңыздар ма? Ол қаруын кімге кезенді? Біз жанжалдаспадық та. Ал көлікші, оны өзіңіз беріпсіз ғой. Қандай көлік? Жоқ, ештеңе білмеймін. Шалдың жанары суық еді. Және ол салқындық көзінің өзінен емес, ішінен шығатын сияқты. Есі ауып қалған ба бұл кісінің? Әлде ештеңе айтқысы келмей отыр ма?
Әлде бұл шал мені алдап отыр ма? Танымаса бірге арақ іше ме? Сіздің көлігіңіз бар емес пе? Соны айдап кеткен ғой. Мен ештеңе білмеймін. Бұлар сонда кіммен араласқан? Көршілері бар ма? Деді серігіне сыртқа шыға бере. Бұл маңда 2-3 үйден басқа қыста ешкім тұрмайды. Жазда ғана тіршілік бар. Шал мен кемпір жалғыз. Полиция бөлімінде тіркеуде жоқ. Көршілердің айтуынша бұларға қонаққа ешкім келмейді. Тергеуші қайтып келе жатып өз сұрақтарына ойланып көрді. Неліктен кемпір өліп шал тірі қалды? Еденде жатқан суреттегі әйел мен бала кімдер? Сурет неге еденде жатыр? Бұрыннан осы үйдегі сурет пе, әлде біреу әкелген бе? Суретке зерттей қарады. Шаш үлгісі, киім үлгісіне қарағанда 90-шы жылдарға келеді. Мына суреттегі бала кім болуы мүмкін? Мына шалға қатысы бар ма? Әлде бұл бейтанысқа қатысы бар ма? Баланың бет жүзін мүмкіндігінше кәртайтып, қазіргі кейіпке келтіріп көру керек деп тапсырма берді әріптесіне. Көліктің иесі танысыңыз ба? Жоқ, деді жігіт аузын жымқыра сөйлеп. Оның жағдайы әжептәуір жақсарып қалғанын дәрігер айтқан. Онда танымайтын адамның көлігін қалай айдап кеткеніңізді түсіндіріп бересіз бе? Өзім де білмеймін соны, мас болдым. Сіз ол үйге қалай тап болдыңыз? Сайтан алғыр, арақ ішсем есімнен айырылып қаламын. Сіз оны танымаймын дедіңіз, бірақ бірге отырып арақ ішкенсіздер. Жігіт үндемеді. Абылай жігітке ұзақ қарап отырды. Жігіттің көзінде өшпенділік пен қайғы бар сияқты ма? Болмаса ол көлік бұрын сіздің иелігіңізде болып, сіз ол кісіге беріп пе едіңіз, деп жалғады сөзін Абылай. Капитанның дауысы сабырлы еді. Жігіт тағы да үнсіз қалды. Әрбір үнсіздік өз алдына жауап деп есептесек, жігіттің жауабынан нені ұғуға болады? Қайталап сұраймын, шалды танисыз ба? Жоқ, мен оны бірінші рет қана көрдім. Қорғансыз қарт адамдарды басынғаның жігіттік пе? Деді даусын қатайтып. Сенің жазаң ауыр, рұқсатсыз баса көктеп кіресің, адам өлімі болған, және біреудің көлігін заңсыз айдап кетесің. Бұл не? Жігіт бір сәтке үнсіз қалды. Саусақтарының ұшы дірілдеп кеткендей болды. Абылай оның көзіне тіке қарады. Ал оның кемпірін танисың ба? Жоқ, адам өзі танымайтын басқа бір адамды ата ма? Тергеушінің даусында бұл жолы сұрақтан гөрі айыптау білінді. Жігіт иығын бір көтеріп тағы үнсіз қалды. Ешкімді танымаймын дегеніңіз дәлелсіз сөз, деген тергеуші жігіттің ішкі қорғанын сындырмақ болып, даусына аздап жылу қоса сөйлеген. Танығасың келгенсің. Мынадай қақаған аязда адам тектен текке жүрмейді ғой. Сол ескі машина болмаса, саяжайда өлімшінің күнін кешіп жатқан шалдың одан басқа ештеңесі жоғын, артық ақшасы болмағаны да белгілі. Жоқ, мен мас болдым, ештеңе білмеймін. Абылай орнынан қозғалып, үстел шетіндегі дәптерін жақындатты. Айтайын ба, мен неге сенбей отырмын? Сен жайдан жай барып біреудің көлігін заңсыз айдап кеткен бұзақы емессің. Осы кезге дейін заң бұзбағансың, тұрақты жұмысың да бар. Сен шалдың үйіне бір мақсатпен барғансың. Сен оның үйін, өмірін, кемпірінің қай уақытта шай ішетінін де білгенсің. Ескертемін, тек шыныңды айт. Егер жалған сөйлеп, шын оқиғаны жасырам десең, онда жазаң ауырлай береді. Жігіттің көзі жыпылықтап, жағы суылып қалды, бірақ үн шығармады. Абылай біраз күтті. Артынша, ал мына суретші? Бұл суретті бұрын көріп пе едің? Әлде бұл әйел ана өлген кемпірдің жас кезі ме? Ал бала ше? Ол бала қайда қазір? Әлде қайтыс болған ба? Фотосуретке қараған кездегі жігіттің көзінен барынша жасырған мұң мен әлде бір кек қайнарын аңғаруға болатындай еді. Капитан сөйлеп кетті. Өзіме ескі фотосуреттерді қараған ұнайды. Ақ қара суреттердің кейде бір жылы естелігінен бөлек тылсым сыры бардай сезіледі. Солай емес пе? Мына суреттегі әйелді қараш. Шамамен 90-шы жылдары әйелдер шашын осылай қидырып, самай шашын құлағының артына қайырып, ал кекілін үлкен қылып қақ алдына бұралап қоюшы еді ғой.
Фотосуреттерден талай көргем, ол кезде лак жоқ па, қан тезіп қатырады екен. Содан кекілдері бөлек жылтырап тұратын болған. Және осындай алдынан түймеленетін жемпір киетін. Әр заманның өз сәні бар. Сол кезде осындай жемпірлер әдемі көрінетін. Мына әйел ажарлы адам екен. Ал мына бала, осындай кепка сол кездегі әр балада болған сияқты. Менде де бір екеуі болған. Тіпті үш аяқты велосипеді де көзге ыстық. Балдырған деп аталушы еді. Ол кезде осындай үш аяқты велосипеді бар балалар бақытты көрінетін. Бұл әйелді танисың ба? Ол менің анам, деді жігіт бір түрлі даусына діріл араласып. Бала ше? Мен. Абылай бұндай сәттерде адамдардың сөз арасында қалдырған, үзік-үзік аңғармай айтып қалған сөздерін ұстап алады. Бұл жай ғана сұрақ қою емес, адамды өз еркімен ашылуға итермелейтін тәсіл. Сонда бұл сенің суретің бе? Мен бұны шалдың үйінен алдым ғой. Жігіт тағы үнсіз қалды да бір кезде төбеге қарады. Мен анамның кегін қайтаруға келдім. Шалдан ба? Ендігімнен. Ол не істеген? Анам жоғалып кетті. Солай ма? Ал шалдың оған қандай қатысы бар? Ол оны өлтіріп отқа жаққан. Бұл қашан болған жағдай өзі? Мен ол кезде бала едім. 4,5-5 жаста болармын. Кешкісін әжемнің қасында жатқанмын. Есіктен шешемнің шығып кеткені ғана есімде. Содан кейін оралған жоқ. Ол клубта ән салатын. Жауап алу ертесі де арғы күні де жалғаса берді. Сен анаңның өліміне кінәлі осы адам екенін қайдан білдің? Ол құпия. Ал онда келіп тұрып неге шалды өлтірмедің? Жігіт иығын көтеріп жымиғандай болды. Бірақ ол жымиюда қасірет те жеркеніш те бар еді. Ондай малғұн үшін өлім тым жеңіл болар еді. Атасың, бітті, дым қиналмайды. Оған тірі қалғаны қасірет болсын дедім. Мен оны тыныштығынан айырғым келді. Полиция іші, сот бар емес пе? Оларға неге бармадың? Полицияға сенгенім жоқ. Олар тергеп қатырмайтынын білем ғой. Сөзіңе сену қиын. Соншама жерден келесің, жоспарлайсың, бірақ кегіңді түгел алмай кінәліні тірі қалдырасың. Онда қандай мағына бар? Ол енді өзінің қылмысын басқалар да білетініне көзі жететін болады. Шал мойындады ма? Көзінен көрдім. Ол суреттегі әйелдің кім екенін таныды. Мен оған, танисыз ба? Танисыз ғой, айтыңызшы. Көзіңізден көріп тұрмын, танып тұрсыз, дегенімде бағы жиып қатып қалды. Сосын, есіңізде ме ата? Бір әйел, бір түні, бір пеш, тірідей жанып кеткені дегенімде, шалдың жүзі күреңітіп, көзі шығарасынан шыға жаздады. Дыбыс шығармауға тырысты. Бәсе, ол өзінің көлігі бар жоғын ұмытып қалғандай, менің көлігім жоқ деп болмады маған. Есінен танып қалған сияқты. Кәрі зымиян, әдейі істейді жасыру үшін. Егер көлікті ағашқа соғып алмағанымда, ол көлігімді айдап кетті деп шағым да түсірмес еді. Сол арақты бекер іштім. Батыл болам ба деп едім. Жігіт күлген болды. Ал кемпіріші, егер шалдан кек алуға келсең, кемпірді неге өлтірдің? Мен оны өлтіргем жоқ, шынымен де өлтіргенім жоқ, деді жігіт тағы да. Мен келгенде ол тірі еді. Бірақ шалға тапанша кезегенде көзімен жалынғандай болды. Енді білмеймін, менен өлердей қорықты. Ол да бәрін білетін сияқты. Мен тапаншаны соған қарай аттым, бірақ оған тимегені анық. Абылай қаламын қойды. Қарсы алдындағы жігітке қарап отырып, енді мүлде басқа жайтты сезінгендей. Сонда бұл жігіт жай айыпталушы емес, жоқтаушы болып тұр ма? Әлде жазалаушы ма? Кешкі сағат 9. Қалалық полиция департаментінің тергеу бөлімі әдеттегідей тыныш. Тек 3-ші қабаттағы кабинетте жарық сөнбеген. Капитан Абылай Қайсенов ескі қоңыр папканы алдына жайып, түстен бері тапжылмай отыр. Папканың сыртында нөмірі 3451 жоғалу дерегі 1990 жыл наурыз деп жазылған. Абылай компьютерге қайта отырды. Қазіргі заманда іздеу амалдары бұрынғыдай тек қағазға қарап шешілмейді.
Ол ұлттық мәліметтер базасынан жоғалған әйелдің аты-жөні, туы туралы куәліктегі деректерін іздеді. Жаңадан енгізілген жоғалғандардың цифрлы реестрі арқылы әйелдің атына тіркелген банк шоттары, медициналық анықтамалар, тіпті вакцина алған-алмағаны туралы деректерді де қарап көрді. Кім біледі, бірақ ешбір дерек табылмады. 1990 жылдан кейін тіркеу мүлде болмаған. Ол келесі қадам ретінде генетикалық ДНК базасына сұрау салды. Бұл базаға соңғы жылдары ашылған жоғалғандардың генетикалық ізі атты бағдарлама бойынша көп адам өз еркімен анализ тапсырған. Егер әйелдің туыстары немесе кешегі жігіттен басқа балалары болса, бір сәйкестік шығуы мүмкін. Осы кезде қылмыстық іс ретінде тіркеліп, қозғалып үлгермей сол күйі жабылған тергеу ісінде аты аталған бір куәнің атына көзі түсті. Машинка бояуы өше бастаған жазуда. Танысы К.Ж. соңғы рет сонымен бірге жүргенін көрген адамдар бар делінген. Абылай бұл адамды жүйе арқылы тексеріп көріп еді, тірі екен. Бірнеше жыл бұрын зейнетке шыққан. Қазір қала шетінде тұрады. Іс о баста болған екен, тек дұрыс бағытпен оқылмай келген, деді ол өзіне ғана естілердей қылып. Ол сол түні үйіне бармады. Карталар, көне газет қиындысы, сол кездегі тергеу хаттамаларының кейбіреуінен кейін цифрландыруға көшіріп сақтаған қызыл қақпақты флешка жатқан үстелге басын қойып қалғып алды. Заманауи техникалардың жасанды интеллект арқылы бет әлпетін қалпына келтіру, дауыс үлгісін іздеу сияқты мүмкіндіктерін пайдалануға кіріскен Абылай қайтадан сарғайған құжаттарға үңіліп, 90-95 жылдар аралығындағы есептік істерді бөлек себетке жинақтап көрді. Әр парақта бір адамның аяқталмаған өмірі тұр. Адам жоғалған, зорлықпен өлтірілген, қылмыстық істер не деген көп еді, ал ашылғандары саусақпен санарлық. Сол жылдардағы қылмыстық хроникаларды оқыған сайын Абылайдың мазасы кетті. 94 жыл, наурыз айы, белгісіз әйелдің мәйіті табылған. Кім екені танылмаған. Киімінің етегінде қан дағы бар. 95 жыл қазан. Қала шетіндегі қираған зауыт маңынан әйел адамның денесі табылған. Жасы шамамен 30-да. Іс ашылмады. Әрбір жазбада ауыр үнсіздік бар. Әрбір есімде белгісіз қабірге айналған тағдыр жатыр. Бұл не заман болған өзі, деді ол ертеңінде жас үлкен әріптесімен кофе ішіп отырып. Не таңғалатыны бар, 90-шы жылдары қалада да, ауылда да түнгі көшелер өте қауіпті еді. Адамдар қараңғы түссе үйлерінен шықпауға тырысатын, әсіресе әйелдер. Олар жарым жалғыз дүкенге баруға да қорқатын. Автобус аялдамасында тұрған қыздарды бейтаныс көліктерге күштеп отырғызып әкеткен оқиғалар да жетерлік. Көбі тірі оралмады. Ал полиция ше? Ол кезде бандылар күшейіп тұрды ғой. Қара базарда тапаншасын беліне іліп алған бұзақылар талтаңдап жүретін. Қалта ұрылары ашық жұмыс істейтін. Пәтер тонау күнделікті әдетке айналған. Милицияға арыз түссе, дереу істі жапқысы кеп тұрады. Сол кезде құқық қорғау органдарының өздері де қорғансыз еді. Жалақы берілмейтін, жанармай жоқ, хаттаманы қолмен жазатын. Қанша айдан бері айлықсыз қалған олар жұмыс істеп не жарытсын? Өзің кінәлі шығарсың, уақыт жоғалтпаңдар, дейтін де әйелдер үнсіз жылап қайтатын. Ал есесіне қалада заңсыз қару, рэкет, бопсалау мен зорлық өршіп кетті. Айтпақшы, сен неге бұған тіреліп қалдың? Мен көп нәрсені анықтауым керек. Бекер уақыт жоғалтасың-ау, одан да жаңа істі алмаймысың? Баяғы істер, айғақ та, куә да табылмай діңкелейсің ғой. Абылай бүгін тағы да жұмыста қалып, үстел үстіндегі бір іс папкасын қайта қарады. 9 бөлім. Әйел адам жоғалған. 90 жыл. Іздеуге берілген, бірақ бір жылдан соң тоқтатылған. Айғақ жоқ. Капитан қылмысқа қатысы бар жігітті ойлады. Я, сараптама нәтижесінде кемпірдің оқ тигеннен емес, жүрегі жарылып өлгені анықталды.
Бірақ жігіттің бөтен үйге рұқсатсыз кіріп, үй иесінің көлігін заңсыз айдап кетуі, жол апатын жасауы бәрібір де жазасын жеңілдетпейді. Түйсігі алдамаған сияқты. Бұндай адам көлікті жайдан жай ұрлай салмайды. Мұндай адам бірдеңе іздеп келеді. Көп жыл күтіп, есеп жүргізіп келеді. Бірақ әлі де анықтай түсу керек деп ойлады капитан Абылай Қайсенов шығып бара жатып. Жауап алу кезінде шал біресе менің ешқандай көлігім жоқ деп, біресе ол жігітті танымаймын, көрген де емеспін, машинаны есік алдынан айдап кеткен деп тергеушінің жүйкесін сынап көрумен болды. Бірақ ол жігіт көлікті алуға сіздің өзіңіз рұқсат етті деді ғой, деді Абылай кекесінмен. Сіз екеуіңіз бірге отырып арақ ішіпсіздер, көліктің кілтін де өзіңіз беріпсіз. Мына суретті қараңызшы. Біз бұның кім екенін анықтадық. Сіздің де кім екеніңізді анықтайтын деректер қолымызда. Шал үнсіз қалды. Тіпті сөйлемей қойды. Жүзін төмен салып, қолының сыртымен тізесін сипады. Кәрі саусақтарының дірілі басыла қоймады. Есіңізде жоқ па? Сіз әлде есіңізге алғыңыз келмей отыр ма? Шал тіл қатпады. Жанарында да, жүзінде де түнек бардай. Ол түнек өмірге деген реніш пе, қорқыныш па, белгісіз. Әйтеуір бір қатып қалған, кеуіп қалған тас бейне. Сіз оның анасын өлтіргеніңіз рас па? Деді Абылай, сұрақты кенет лақтырып жібергендей төбесінен түсіріп. Ата-әже көріп өскен тергеуші жасы үлкен адамға даусын көтере сөйлеуді өзіне ыңғайсыз сезінетіні бар. Сіз оны не үшін жасадыңыз? Сіз өзіңізді кінәлі сезінесіз бе? Демеді. Шалдың иегі дір ете қалды. Бірақ сол қалпы үнсіз отырды. Тек көзінің асты бүлк етіп, иығы селкілдеп кетті. Бұл мойындау ма, әлде жоққа шығару ма? Бұл шындықпен алғаш рет бетпе-бет келудің ауыр реакциясы еді. Еске түсірейік, 90-шы жылдың тамызы, З қаласы, мәдениет үйінде ән салып жүрген әйел. Сіз оны бір жерде жолықтырдыңыз. Қаладағы лас жердің бір пұшпағында. Сол түні ол жоғалды. Бірақ күнде сіздің сол әйелдің қасында болғаныңыз жайлы білетін, көрген куәгерлер бар. Айтыңызшы, не үшін олай істедіңіз? Шал көзін көтерді. Абылай оның жанарынан іштен шығып, тұла бойына тараған салқындықты көрді. Бір кезде ол демін терең алды, сосын ақырын ғана тіл қатты. Ол ән айтқанда мен жылаған едім. Даусы ескі қобыздың шегінен шыққан сияқты мұңлы ар жағынан естілетін. Ол сұлу әйел еді, мені менсінбеді, төсектес болуға көнбеді. Ол мені қорлады. Сосын 3 жігіт бірігіп зорлап, әйел милицияға айтам дегенде шамалы қорқытып алайын дегенбіз, бірақ байқамай өлтіріп алыппыз. Шалдың даусы қар басқан жер астындағы шөптің сыбдырлағанындай бәсең шықты. Сол үшін бе? Не деген жабайылық? Өзің сұрағасын айтып отырмын. Шал дүңк етті. Тағы не айтасыз? Онсыз да біліп отырсың ғой, бәрі Мінай айтқан шығар. Мінай деген кім? Бұрынғы качегар емес пе? Тергеуші енді качегарды іздестірді. Бір тәуірі 70-тің алтауына шыққан қария сөйлеуге жарайды екен. Мән жайды түсінген соң бәрін баяндап айтып шықты. Қыс болса шағын қаланың шет жағындағы жылыту қазандығынан көтерілген түтін біресе қап-қара, біресе көксұр бояуға еніп, қаланың үстінде бұрқырайтын да жататын. Бүкіл қаланы жылытып тұр демесеңіз, жақындап келсеңіз тым қарапайым-ақ орынжай. Мінай бүгін кезекшілігіне ертерек келді. Түнге қарай күннің одан да қаттырақ суып кетерін ойлап, ашық жарықта көмірді молырақ кіргізіп алмақшы. Екі қолына 2 шелек ұстап, арлы-берлі жүре бергенге темір шелектің сабы қолын қарып барады. Иығынан зіл тартқандай болғанда барып дамылдап, қолын отқа жақындатты. Аузы арандай пеш 2 секунд ішінде сырттағы аязды ұмыттырып жіберді. 4-5 рет демалып жүріп, біраз отын кіргізіп алды. Пеш гүрілдеп жанып жатыр.
не салсаң да сол бойда өртеп, қаудырап бір уыс күлге айналдырып жіберетіндей дүлей отқа қараған сайын маңдайы жіпси береді. Кейде өртейтін ескі құсқыны алып осы қаланың неріккен жүгірмектерінің келетіні бар. Тері терсек пе, әйтеуір осы аузын арандай ашқан отқа бұралқы ит пен мысықты да талай рет сирағынан ұстап лақтыра салғандарын да көрген. Бір секунд артық қарасаң, лебі бетті шарпып кететін қызыл жалынға оранғанда, мысықтың жалғыз-ақ мияу деуге шамасы әрең жететінде, бейшара тыпырлайым дегенше от та жалмап үлгеретін. Лезде күлге айналып, ауада күңірсік иіс қана қалады. Кейде мінайға бүкіл кеңістікте тек қана от құдіретті сияқты көрінетіні бар. Не салсаң да тұңғиығына жытырып жіберуден танбайтын дүлейдің қасында тұрғанда, далада аяз күшейіп, боран ұлып тұрғанына өзің де сенбейсің. Баяғыда отқа табынған адамдар оның осы жалмауыз обыр мінезінен қаймықты мекен. Бір кезде біреулер есікті ұрғылағандай болды. Тыңдап еді, дыбыс зорая түсті. «Әй, кім бар? Аш ей! Жігіттер, аш деймін!» Әжептәуір сүйкімсіз дауыс екен, қояр емес. Біреуі есікті аяғымен тепкілей бастады. «Аш деймін, ашсаңшы!» Бұл демін ішіне тартып тұра қалды. Тыңдады. Ешкім жоқ па не? Қайдағыны айтпаш, қаладағы жалғыз кочегаркада ешкім болмауы мүмкін емес. Ашпай тұр ғой иттің баласы. Қап, енді қайттік. Мына қатынды осы жерге тастап кетсек қайтеді? Жындымысың? Із қалмау керек қой. Не болса да ішке кіру керек. Ашпаса ше? Ашады. Қазір бұзып ашамыз. Сосын кочегарды байлап тастаймыз да аузына арақ құямыз. Ал өлікті отқа тастап жіберіп, өзіміз қарамызды батырамыз. Балтала шықтың ба жаңа? Мұны естіген Мінайдың арқа басы мұздақ кетті. Дыбысын шығармай өзі ғана білетін тесіктен сығалағанда, алдымен көзге шалынғаны шана болды. Үстінде қалай болса солай оралған бірдеңе бар. Адам деуге адамды олай құндақтамайтын шығар, хайуан деуге одан ұзын. Бір кезде құнжыңдасып кеткен әлгілер балта алып есікті ұрғылай бастады. Ертеректе салынған бұл жайдың есігі қаусап тұрмаса да жаңа емес еді. Тартқылай бергеннен жалғыз ілгек дір-дір етеді. Әуелі абдырап қалған Мінай жанталасып жүріп жоғарыдағы жуан шегені қайырып үлгерді. Өмірі қолданбағасын төмендегі жылжымалы бекіткіш таттанып қатып қалыпты. Аналар бар күштерін салып екіленіп есікті итере түседі. Есік әне-міне ашылып кетердей, өздері кері шегініп барып, бар екпіндерімен есікті түйген сайын ауыздарынан балағат сөз ақтарылып түседі. «Сен бар да сүймен әкел», деді біреуі. «Сүйменмен не істемекші? Қатынды осы жерге қалдырамыз дегенде қайдағы қатынды айтып тұр? Анау шанадағы әйел ме? Ол өзі өлген адам ба, тірі адам ба?» Бұл іші қалтырап жүріп, не істесем деп бір кезде далбасалап жүргенде бұрышта қалған тік күрекке көзі түсті. Әшейінде мұны көмірдің қасына қалдырып кетуші еді. Дыбысын шығармай, демін ішіне тартып жүріп, күректің сабын тұтқадан өткізіп бекітіп алды. Манағыдай емес, ар жағындағылар да есікті теуіп шаршайын деді ме, біраз уақыт тым-тырыс қалды. Бір кезде қайтадан бар күштерімен есікті ұрғылай бастады. Балтаның тастай ауыр басы бұның бұғана сүйектерін қиратып жіберердей екілене түйгіштейді. Бір кезде тік күректің сабы шарт сынды да есік ашылып кетті. Ашуға мінгендер бұған тап берді. Бұл да жан дәрмен алысып арпалысып кетті. Жан қымбат. Осыдан қайрат көрсетпесе, мына дүлейлер балтамен шауып тастаудан да тайынбас. «Неге ашпайсың ей, әкеңнен қалған кочегар ме еді?» деп мұны текпілей жөнелген домалақ жігітті де аямай ұрып жіберіп еді. Күн сайын тонна көмірді шелектеп тасып жүрген қарулы жігітке шыдас бермей ұшып түскеніне намыстанды ма, әлгі долданып қайта шауып
Одан үшеуі бірдей бұған жабылып кетті. Екеуі ұстап тұрып, біреуі іштен екі ұрғанын біледі, талып бара жатқанын біледі. Бұның аузына ләқылдатып арақ құйып, өзінің қақалып шашалып жатқаны да еміс-еміс біледі. Сұп-суық нәрсе тамағынан өтіп қолтығына құйылған. Еміс-еміс көргені әлгілер дәу қазандықтың қақпағын сынған күректің сабымен әуперімдеп қозғап, орап әкелгендерін мықшыңдап көтеріп әкеліп отқа қарай итеріп жатты. Сол кезде ораудың арасынан әйелдің мойылдай қап-қара шашы төгіліп кеткен. Сол күні ай сүттей жарық еді. Төгіліп кеткен қара шашы анық көргенде Мінайдың да есі ауып кеткен. Ол көп жатты. Есін жиғанда мүрдені отқа тастап жіберген қанпезерлерде қарасын батырған еді. Сол түн тым ұзақ көрінген Мінайға. Әлде қайдан полиция машинесінің дауысын естігендей болды да, сәлден соң ол да басылып қалды. Тұла бойы түгел ауырып тұрса да, әрең деп жүріп отқа отын салды. Басы мең-зең, құлақ түрді. Енді ұлып тұрған желдің уілі ғана естіледі. Мұның жон арқасын оқыс қармап қалған мұздай суық бірте-бірте тарай бастады. Ертеңінде естіді. Қаладағы клуб сахнасында ән салып жүретін сұлу келіншек жоғалып кетіпті. Сонда Мінайдың жүрегінің басын аяз қарып алғандай шым ете қалған. Қалада жоғалған әйел жайында небір сұмдықтар айтып сусылдай жөнелді. Бірі әйелді өзі жеңілтек еді десе, бірі қапияда қарақшылардың қолына түсіп қалған екен десті. Содан бері Мінай шошымал болған. Түн баласы көзін жұмса, әйелдің төгіліп түскен қара шашын көретін. Мінай сол күнді ұмытпайды. Сол түні шырақтай маздатып өлік өртеген алаудың айыр тілі шарпып шыққанын қайдан ұмытсын. Түнгі аспан күңірсік өліктің май-май күйесіне батқан тажал қазанның түбінде қап-қара боп бауырын алауға аймалатқан, қуырып жатқан от ілеп оның тұла бойын қарыған еді. Оны қайдан ұмытсын. Келіншектің ұлы бар екен. Нағашы әжесінің бауырында қалған баланы сыртынан танып алды. Сенің шешеңді өлтірген адамдарды білем. Есіңе сақтап ал, өскен соң кегіңді аласың деп айтсамшы. Бірақ қалай? Кіп-кішкентай баланың жүрегін жаралап, сол өзі көрген, бірақ еске алуға жүрегі дауаламайтын күлді көмеш қасірет жайында қалай айтпақ? Содан бері сол түні көргені қанша жылдан бері меңіреу күйде ішінде қатып, бұның көкірегін көр тышқандай кеміре бастаған. Полицияға неге келмедіңіз? Жергілікті банданың адамдарынан қорықтым, деп жауап берген сонда Мінай. Менің жазам қандай болуы мүмкін деп сұрады жігіт. Егер адам басқа біреудің көлігін мас күйде есінен рұқсатсыз алған және жол апатын жасаған болса, деп келе жатты да, оны сот шешеді деп қысқа қайырды. Сен анаңның кегін алмақ болдың, бірақ әділдік адам өлтірумен орнамайды, деп ойлаған капитан ішінен жігітке тілектес еді.